Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, Қазақстан Республикасының энергетика министрі Сатқалиев Алмасадам Майданұлына, Маңғыстау облысы әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлына, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы және Мұсабаев Самат Базарбайұлына, Маңғыстау облысы мемлекеттік еңбек инспекциясының басқарма басшысы Іңкәров Әлігер Меңдібайұлына, біз Маңғыстау облысы Қаратұрым кен орнында жер асты ұңғымасын бұрғылау және жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырған Каспиан Дриллинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Құрсай 7 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және де Атыраумұнайгаз геология акционерлік қоғамының жұмысшыларының атынан үндеу. Осы уақытқа дейін қаншама рет мекеме басшысына ұжымдық арыз жазып, мемлекеттік еңбек инспекциясына арыз шағымдарымызды жазып келдік. Еңбек инспекциясы мекемеге заңсыз іс-әрекеттері үшін бірнеше рет айыппұл салып, нұсқама бергенімен одан еш нәтиже болмай келді. Еңбек жағдайларымыздың сақталмауы, еңбек құқықтарымыздың шектелуі, айлық жалақымыздың төмендігі, мекеме ішінен мекеме ашып кәсіподаққа кірген жұмысшыларды қорқыту, үркіту, қудалау арқылы Протектор Транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне кіруді талап етіп, және оған кірмеген жұмысшыларды жұмыстан шығарып жібергендігін мәлімдейміз. Жоғарыда көрсетілген мекеме тарапынан жасалған шексіз заң бұзушылық әрекеттері жұмысшыларға жасалған қысымның күшеюі жұмысшылардың жұмысты тоқтатуына мәжбүр болды. Қазіргі біздің мекемеге қойылып отырған талаптарымыз төмендегідей: жұмыстан босатылған жұмысшыларды толықтай жұмысқа орналастыру, Протектор Транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өткен жұмысшыларды Каспиан Дриллинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қайта қосу, айлық жалақымыздың 50%-ға көтерілуі, мұнайшылар күніне 100% сыйақы төлеу. Осы қойылған талаптарымыз орынды ма ағайын? Талап етеміз ба?